Құрметті біздің курсымыздың тыңдаушылары, өткен модульде біз мәтін жазудағы кәсіби әдеп мәселелері, мәтін жазудағы әдіс тәсілдер, жанрлардың жіктелісі мен араласу мәселесімен танысқан болатынбыз. Енді осы модульде ақпараттық жанрларды меңгереміз. Бірінші сұрақ: ақпараттық жанрлар заметка, репортаж, есеп, сұхбат жеделдігі мен оқиғалық себеп материалдарында болуымен жеке фактіні құбылысты қарастырумен ерекшеленеді. Бұл жанрларға газеттің көп бөлігі бөлінеді. Дәл осы жанрлар барлық соңғы жаңалықтарды аудиторияға жеткізеді. Кейбір газеттерде олар жаңалықтар деген жалпы терминмен аталады. Көбінесе бұл ұғымға жаңа нәрсе туралы ғана емес, сонымен бірге сенсациялық факт туралы хабарлама салынады. Ал сенсация бұқаралық баспасөздегі ең танымал өнім. Ол газеттердің тиражын арттырады, пайда әкеледі. Бұл басылым тілшілердің күш-жігерімен әр нөмірді ерекше, қызықты жаңалықпен қамтамасыз етуге бағытталған. Баспасөздегі ақпараттық жанр ең басты жанр. Соның бірі заметка. Осы дәріс бойынша біздің келесі сұрағымыз заметка жанры болсын. Заметка бұл ең газет бетінде көп таралған ақпаратты жанрдың бірі болып табылады. Онда маңызды факт қоғамдық өмірдегі оқиға туралы хабарлайды. Оның ерекшелігіне келетін болсақ, не, қайда, қашан деген сұрақтарға жауап береді. Ол оқиғаларға талдау жасамайды. Бұл жанр яғни сұраққа жауап бермейді. Неге? Мұнда қоғамдық өмірдің нақты фактісінде көрсетілген жаңалықтар болу керек. Оның негізгі екі түрі бар: бірнеше жолдық тектес заметка және дербес заметка. Дербес заметка бұл екі түрлі формада кеңейтілген және сын түрінде жазылады. Ол газеттің күнделікті ісінде өте жиі кездесіп отырады. Келесі тектес заметка. Бұл елде болып жатқан алуан түрлі шаруалардың жеңістерін шағын жолмен жеткізіп отырады. Заметканың бұл түрі көбінесе өмірдің жағымды фактілерді беріп оқырманды қуантып отырады. Қазіргі баспасөзде бұл кең таралған. Айтмағамбет Қасымұлы, газет тәжірибесіндегі осы шағын жанрдың көріну сипаты туралы айта отырсаңыз. Жақсы. Мынау баспасөзді қадағалап жүрген адамдар қазір газет беттерінде мына көркем публицистикалық жанр түрлерінің мүлде азайып, негізінен ақпараттық жанрлардың белең алғанын байқайды. Соның негізгісі жаңа лекцияда айтып өткендей хабар мен заметка. Бұл екеуінің де мақсаты бір: жаңалықтарды, оқиғаны, құбылыстарды оқырманға жедел жеткізу. Ал енді айырмасы, хабарға қарағанда заметканың көлемі үлкендеу, мазмұны кеңдеу. Онда журналист жазылып отырған мәселе бойынша кейбір өзінің пікірін де білдіруі мүмкін, сын тұрғысында да жазылуы мүмкін. Қорыта айтқанда, бүгінгі баспасөз беттерінің, газеттердің басым бөлігін осы ақпараттық жанрлар, әрине оның ішінде хабар мен заметка алып тұрады. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Енді екі әдеттегі тапсырма. Өткен модульге қарағанда өзгеше. Біз өткен модульде теория және тест сұрақтарына жауап беретін болсақ, осы модульде біз арнайы кестеде құралған практикалық тапсырмалармен жұмыс жасайтын боламыз. Сол экранда көрсетіледі арнайы практикалық тапсырмалар. Сол практикалық тапсырмаларды орындаймыз және де дәрісте айтылған мәліметтерге сүйенеміз. Еркін тақырыпта заметка жазып келеміз және топтың алдында оны талдаймыз. Содан кейін өз әлеуметтік парақшаларымызда жариялаймыз. Осындай тапсырма сіздерге.